Қатерлі ісік, жүйке бұлшық еттері аурулары, туа біткен және жүре келе пайда болған бір немесе бірнеше жұтыну фазасын бұзатын өзге де аурулар баланың физикалық жағдайының нашарлауына алып келеді. Мұндай кезеңде тамақтандыру үшін назогастральды зонд орнату қажет болады. Алайда ұзақ мерзімге созылған зондпен тамақтандыру кішкентай науқасқа көптеген ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Кей кезде тіпті бұл құрылғыны орнатудың өзі мүмкін болмайды. Бүгінгі таңда заманауи және ең бастысы науқасқа ыңғайлы әдіс ол төмен профильді гастростомиялық түтікті бір сатылы орнату. Мұндай әдіс науқасқа қауіпсіз, әрі қоректік қоспалармен ауыртпалықсыз тамақтануына септігін тигізеді. Аталмыш әдіс бойынша 2018-2023 жылдар аралығында шетелдік мамандардың қатысуымен Қазақстанның бірнеше өңірлерінде шеберлік сабақтары өткізілді. Бүгінгі таңда біздің елімізде осы әдісті бірнеше хирург дәрігерлер өз тәжірибелерінде қолданып жүр. Гастростомия дегеніміз бұл хирургиялық ота құрсақ қуысының алдыңғы қабырғасы арқылы асқазанға түтікше қойылады. Сол түтікше арқылы науқастарға тамақ беріледі. Ол ота болып саналады. Бұл балалар асқазан ішек жолдарының ас қорытуы бұзылған кезде, балалардың салмағы төмендеп кеткен кезде тамақтандыру үшін, салмақ жинау үшін, әл жинау үшін қойылатын ота болып табылады. Қазақстанда дәрі-дәрмек пен қоректік қоспалармен тамақтандыруға арналған әдістің кең таралған түрі назогастральды зонд орнату болып саналады. Бұл мұрын арқылы өңештен өткізіліп, асқазанға түсірілетін полихлорвинилді түтікше. Алайда ол түтікшелердің өзінің асқынулары да болуы мүмкін. Ол ұзақ тұрғаннан кейін ол түтікшелер қатаяды, ол жұтқыншақтың, өңештің, асқазанның қабырғаларын зақымдайды. Кейде оның жарылуына да келеді, тесіліп қалуына да келеді. Сондықтан сонымен салыстырғанда ондай науқастарға гастростома қойған абзал болады. Өйткені ол бүкіл әлемде көп жыл болды дәлелденген ота болып табылады. Бұл жерде жаңағы кері әсерлер, түтікшелердің тұрғандары бұл жерде болмайды. Бірнеше түрі болады. Оны ашық түрде де қоюға болады. Ашық түр дегеніміз ол лапаротомия дейді. Құрсақ қуысы ашылып, асқазан бөлініп, құрсақ қуысының алдыңғы қабырғасы арқылы тесіп, асқазанның ішіне түтікше қойылады. Одан басқа лапароскопиялық түрлері болады. Ол кіші инвазивті оталарға жатады. Ол асқазан құрсақ қуысына арнайы камера кіргізіп, арнайы инструменттер қойылып, сол ота жасалынады. Кіші инвазивті түрі бар. Ол асқазанға эндоскопияның көмегі арқылы, алдыңғы құрсақ қуысының арқылы, тесік арқылы қойылатын гастростоманың түрлері бар. Ол Меккей гастростомиясы болып табылады. Собирай, давай. Вот, молодец. Аружанның жасы 5-те, оған ДЦП, яғни церебралды сал ауруы диагнозы қойылған. Балақай туылғанынан назогастральды зонд арқылы тамақтанып келеді. Сосательный рефлекс болған жоқ туғаннан бері. Туғанда ол реанимацияға түсті. Бір айда больницада жаттық. 3 жыл бойы біз назогастральный зонд кигізіп жүрдік қызыма. Өте ыңғайсыз болды. Бала күніне 5 рет назогастральный зондты ауыстырып жүрдік. Ол қайта-қайта оны жұла берді. Беті қызарып, оны ауыстыруға өте ыңғайсыз болды. Ал гастростома қойғаннан бері бізге ыңғайлы да болды. Бала салмақты қосты. Аузымен тамағын да береміз, қалған тамағын гастростомамен бере береміз қазір. Отадан қауіптеніп, баласына ауыртпалық тудырғысы келмеген Динара гастростоманы орнатуға шешім қабылдай алмай, уайымға салынып жүрген. Дегенмен, осы әдісті қолданған жандардың пікірін көріп, оң және теріс жақтарын таразыға салып, 3 жылдан соң гастростоманы орнатуға бел буған. Беті босағаннан, таза болғаннан кейін, ештеңе кедергі болмағаннан біз логомассаж, аузына неше түрлі манипуляция жасауға өте бізге ыңғайлы да жақсы. Қазір жұта бастады тамақ. Салмағын да қосты. Осы уақытқа дейін Аллаға шүкір, бойы да ұзын, салмағы да жақсы, күш пайда болады балада. Аузымен де тамақ ішеді, бірақ та гастростомамен де тамағын береміз. Егер де ашық гастростома қойған түрлерінде асқынулар 28%-ға дейін кездесетін болса, бұл кіші инвазивті гастростома орнатқанда
асқынулар 2%-ға дейін азаяды екен. Біздің орталықта біз 10 жылдай болды бұл гастростоманың түрін қойып жүргенімізге. Науқастарда косметикалық тұрғыда да жақсы. Науқастар ауруханада ұзақ жатпайды. Бірінші күннен бастап 6 сағаттан кейін тамақтандыра беруге болады. Давайте. Жатамыз. Игрушкалармен ойнаймыз, иә? Алихан. Папалям айтшы. Гастростоманы орнатқан соң балаларының оңалып келе жатқанын Алиханның ата-анасы да байқаған. Балақайға миопатия, бұлшық еттерінің әлсіреуіне алып келетін жүйке жүйесі ауруы деген диагноз қойылған. Біздің диагнозымызбен бала бұлшық еттері өте әлсіз, бала өздігімен отыра алмайды, басын ұстай алмайды, және жұтынуы, шайнауы өте қиын болды. 1 жасқа дейін өздігімен тамақ ішті, 1 жастан бастап тамақтанудан бас тартты. Сол себепті бізге 1 жыл бұрын гастростома қоюға кеңес берді дәрігерлер. Біз келісіп, осы гастростоманы былтыр шілде айында қойдық. Гастростоманы қойғалы бері тамақ жақсы жеп, көкөністерді, жеміс-жидектерді барлығын блендер арқылы осы гастростомамен береміз. Гастростоманы қойғалы бері бала салмақ қоса бастады, өздігімен аунай бастады, қол аяғы да жақсы жұмыс жасай бастады. Ата-аналар бұл ота болғандықтан қорқады. Ота дегеннен жалпы қорқады, ол наркоз болады деп. Алайда дұрыс түсіндіргенде бәрін ата-аналар оны өздері балаларда тұрғандықтан өздері сезінбейді, жөнді біле білмейді ол жағдайды. Сондықтан көп жағдайда олар келісім бермей жатады гастростома қоюға. Алайда бізде бір көп келтіретін мысалымыз бар. Ол бір ана баласында ұзақ уақыт сол түтікше тұрған мұрнында асқазанында келісім бермей жүріп, бір күні өзіне сол мұрын арқылы асқазанына түтікше қойып, зондты қойып көрген. Сол кезде өзі соның бәрін сезініп, қандай кері әсерлерін тигізетінін, қандай ауыртпашылық тигізетінін сезініп, сол күні келісім беріп баласына қойғызған. Гастростома Санжардың да өмірлік қажеттілігіне айналған. Ол өте сирек кездесетін тамақтану талғамы ауыр орфит синдромына шалдыққан. Тамақ жемейді, тамаққа даже қарамайды, ұстамайды, көрсетсең ол көзін жауып бастайды, истерика болады, көрсетпе, алып таста деп. Бізге просто диагнозды қоя алмай ұзақ жүріп қалдық. Пищевая избирательность деп жүрді, но чтобы көбісі таң қалған, ол пищевая избирательность, ол тамақты қолмен ұстау керек деп. Оказывается, бізде көп врачтар әлі ол ондай не жайлы білмейді екен. Гастростома орнатылған балалардың ата-аналарына құрылғыны пайдалану жөніндегі арнайы сабақтар өткізіледі. Олар қажетті материалды пайдаланып, арнайы қуыршақтарда дағдыларын дамытады. Соның арқасында ата-аналар гастростомияға күтім жасаудың барлық әдістерін біледі және керек жағдайда оны өз бетінше ауыстыра алады. Gastrostoma.kz деген арнайы интернет парақша бар. Мұнда гастростоманы қалай пайдаланып күту керектігі, онымен қалай тамақтандыруға болатыны жөнінде барлық ақпарат жазылған. Түтікшенің пішініне қарай гастростоманың негізгі 2 түрі бар, ұзын және төмен профильді. Алғашқыда Санжарға ұзын түтікше орнатылған, бірақ оның кейбір қолайсыздықтары болды. Үйге шыққанда трубкамен шықты, но хирург басында сразу айтқан бізге, мынау трубка 1 ай тұрады, одан кейін міне осындай фирманың жаңағыдай нелері бар, гастростомалары бар, өмір сүруге ешқалай несін әсер етпейді деп. 1 ай үйге келген кезде жүрдік, 1 айдай қиын болды, өйткені үйде кішкентай балалар бар ғой, түртіп кетеді, тартып қалады, сосын киім кидіргенде шалбардың ішіне салғанда қорқасын, жаңағыдай жылынып кететін сияқты, өйткені ол фиксатормен тұр, но все равно весі салбырап тұрған кейін весі болады ғой, оны кейін жанына қарай хирургический лейкопластырмен жабыстырған ек, ол лейкопластырдан оказывается ожог алуға болады екен. Ожогтың жаңағы жарасымен 1-2 айдай алыстық. И кейін низкопрофильный гастростоманы қойғаннан кейін уже бізде өміріміз қайда жақсарып бастады, себебі қорықпайсың жаңағыдай не деп, түсіп қалады, тартып алады деп.
Ал Алихан болса, алғашында төмен профильді гастростоманы пайдаланса, кейін ұзын түтікшеге ауысқан. Оңалту сабақтарына көп қаражат жұмсалатындықтан, ата-анасы қалтасы көтеретін нұсқаны таңдауға мәжбүр болған. Гастростома өте ыңғайлы. Барлық аналарға кеңес беремін. Бізде осының алдында низкопрофильный кішкентай болды. Ол өте ыңғайлы болды, бірақ ол өте қымбат болғандықтан бізге жарты жыл сайын мұны ауыстырып тұруымыз керек. Сол себепті біз осындай ұзынын қойдық. Бірақ бізге низкопрофильныйсы ыңғайлырақ. Гастростоманы қойғалы бері бала одан әрі жақсы болып, көңіл күйі де жақсы, ұйқысы да жақсы, тыныш болып. Және осы үкіметтен кішкентай гастростоманы ИПР-ға қосуды сұраймыз. Бізге өте жақсы болушы еді. Қосып бізге тегін қамтамасыз етіп отырса деп сұраймыз. Жоғарыда аталған әдісті енгізуге, оның қажетті құрал-жабдықтарын мемлекет қаражатына сатып алуға өтініш Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарауында. Ал әзірге төмен профильді гастростомиялық түтікті бір сатылы орнату әдісіне мәжбүр науқастар өз беттерінше қомақты қаражат іздеуден басқа амалы қалмауда. Гастростоманы біз өзіміздің қалтамыздан төлейміз. Ол 130 мың теңгедей тұрады. Оны каждый 6 ай сайын ауыстырып отырамыз. Ол кейбір ата-аналардың қалталарына келе алмайды. Сондықтан мемлекеттің есебіне немесе ИПР-ға сол гастростоманы сатып алу қарастырылса екен үміттеміз. Баланың өсуіне, салмақ қосуына өте пайдасы көп оның. Өйткені баланың дамуы ең бастысы оның тамақтануына, қалай тамақ ішеді, тамақ ішкенде ол миы да өседі, салмағын да қосты. Осы уақытқа дейін Аллаға шүкір бойы да ұзын, салмағы да жақсы, күш пайда болады балада.